Дәл қазір Шымкентте термометр плюс 45 градусты көрсетіп тұрғанымен, мына асфальтта дәл қазір 70 градус күйіп тұр. Тіпті ауа жұтудың өзі қиын, ауадан күйіктің иісі шығады. Дәрігерлер дәл осындай жағдайда адам организміне орасан зор соққы екенін, тіпті қан қоюланып, адам көшеде кетіп бара жатып ақ инсульт алып қалуы әп-сәтте екенін айтады. Жаз мезгілінде бізде асфальттан күннің қатысуына байланысты өте көп жаңағы органикалық заттар бөлініп жатыр, және канцерогендер бөлінеді. Олар және көліктің шығарындыларымен қосылып, ауаны өте көп зақымдаудың нәтижесінде бізде тыныс ауруларымен ауыратын жас үлкен болсын, орта жастағы болсын, кез келген адамға ол кері әсерін береді, және осы канцерогендердің әсерінен бізде рак ауруының түзілуін күшейтіп, оған шалдығу мүмкіндіктерінде жоғарылату ықтималдылығы өте мол. Үлкен жастағы адамдар болса, жаңағы спортпен айналысып жүрген, мен оларға кеңесім таңғы уақытта немесе кешкі салқындаған уақытта ол асфальтты жер емес, тек қана көк шалғын парктер бар, бізде саябақтар бар. Сол аймақтарда серуендеп жүгіріп өзінің жаттығуын жасауға болады, бірақ жол бойында жиегінде емес. Шындығында күн ысығанда асфальт тек қызып қана қоймайды, оның физикалық құрылымы өзгереді. Температура ең жоғарғы шекке жеткенде жол төсемінің құрамындағы бетон мен шайыр еріп, тас жол кәдімгідей жұмсара бастайды. Асфальттағы температура 60-70 градус. 60-70. Білесіздер екен 60-70 дегенде пластмасс еріп жатыр. Конечно, бетон болсын, пластмасса болсын, асфальт болсын, ағаштың қандайда бір май құрамдары болсын, бәрінен шығады. Зияндауға, бәрінен. Мыяқта Европа полностью асфальт қолданады. Европа. Мыяқта Россия, мыяқта Өзбекстан, Тәжікстан, Азия барлығы асфальтта отыр. Ешқандай не жоқ. Ешқандай экологиялық бір не әсер факторлар оны мен көрмедім. Барлық елдерге барған өзінде. Даже анау Малайзия, Вьетнамға шейін барсаңыз көресіз. Кәдімгі асфальт. Таң қалдым кәдімгі асфальт екеніне. Бұл тек елімізде ғана емес, жаһандық мәселеге айналды. Әлеуметтік желілерде еліміздің әр өңірінде ыстықтан жолдың ісініп, көтеріліп кеткен видеолары тарап жатыр. Ал Европа елдерінде аптапқа шыдамаған асфальт кәдімгідей еріп, көлік қозғалысын уаттауда. Күйіктің іші жалын, жел болып жатыр, невозможно, ыстық. Прям көшеде жүру мүмкін емес қой. Құдай қарап отырсаң, басым ауырып, ауа жетпейді, үйде отыратындай емес, кондиционер қосып қоямыз. Күні түні кондиционер тұрады. Күннің ыстығы қатты басты ауыртады. Бұлай иіс байқамадым. Өзі қаланың ішінде онда иісті байқау мүмкін емес қой. Машина бар, басқа бар. Бірақ сол ыстық қатты әсер етеді, басты ауыртады. Барынша күннен қорғанамыз. Жабық киініп, күнге көп шықпауға тырысамыз. Сондықтан дәрігерлер түскі уақытта аса қажеттілік болмаса көшеге шықпауды ескертеді. Әсіресе қызып тұрған тас жолдардың маңында ұзақ жүрмеу керек дейді. Ақерке Бенекешева, арнайы әділет телеарнасы үшін.